Assalamu alaikum rahmatullohi barakatuh. Ардақта желі қолданушылары. Мына бір жасаған қақпамызға азғантай шолу жасап жіберейік. Шорттан азғантай үзінді түсіріп жатқан болатынбыз. Енді толықтай осы қақпа қалай жасалып жатыр, сол жүйесін түсіндіріп өтейін қысқаша. Толық жасалу жүйесін түсіруге мүмкіндік болмады. Түсірілді, бірақ білмеймін, сақталмай қалған ба. Сондай кедергілер шығып қалды Аллахтың қалауымен. Мынау қақпа есебінде құрастырып. Біз қазір бір қоршау есебінде құрастырып жатырмыз. Үйдің қоршауы. Осындай жүйемен жасалған. Енді ортасын айтып жатудың қажеті жоқ шығар. 40-20 мм профильді труба. Мына қақпаның өзінің ұзындығынан 3-ке бөліп тастаған кездегі өлшемге дәнекерленеді. Мына жерде байқап отырсаңыздар, 2 профильді труба бар. 40-40 мм профильді труба және 20-20 профильді труба. Мынандай күймен жасалған. Яғни 40-40 профильді трубамен бетпе-бет болып 20-20 профильді трубадан дәнекерленген. Мұның да қазір үшін олай жасалғанын айтып өтетін болам. Бірінші толықтай шолу жасап өтейін. Мына бір араға да сондай 40-20 профильді труба, яғни мына ашық тұстарының барлығына солай тоқылған. Ол дегеніміз, мына жапсыратын профлистіміз осы рамканың ішіне кіріп тұруы керек деген сөз. Ішкі бетінен қараған кезде мынандай жаңа айтып отқан 20-20 профильді труба 40-40-тың ішіне дәнекерленген. Бұл профлистер осылай ішіне кіріп отырып тұруы үшін. Мына жақтан келген 40-20 профильді труба 20-20 дәнекерленеді. Сол себептен болған бұның да ортасына шұрыптауға болады деген сөз. Мына жерлеріне де профлистеріміз ішіне отырып шұрыпталады. Осындай жүйе. Байқаусаңыздар, және толық біткен шаруа осындай болады. Естіліп тұр ма? Желден дұрыс естілмейді. Толық шаруа. Сондай да қақпа жеңіл вариантын құрастырсаңыздар болады. Байқаусыздар, профлистер рамканың ішіне кіріп тұрады. Ондай болып тұрады. Мына бір тұстарына да осындай профлистер ішіне кіріп 20-20 тек профлистерді шұрыптау үшін істеледі. Профлистер рамканың өзіне де шұрыптауға болады, бірақ біз арнайлап өстіп ішіне отырғызып дәнекерлеп бекітіп жатырмыз. Қатты жел болып тұр. Үстіндегі пикаларды да осындай сарғыш түске бояйтын боламыз, иншаллах. Сонда бір ерекше көрініс болу керек, иншаллах. Осындай қақпа құрастырып жатырмыз. Енді бұйырса құрғаннан кейін де толық бір түсіріп шолу жасап өтемін. Әзіргі шаруасы осындай. Бір этапы болатын болса, профлист қатырғандағы түрі ешқандай өзгеріс жоқ. Осы жерге де дәл солай профлист қатырылып байқап отқан шығарсыздар өздеріңіз. Ішіне 20-20 профиль тұрып. Әне болғаннан кейін осындай болып шығады, иншаллах. Аллах субхана тағала береке берсін. Мұсылман қауымын сақтап қойсын.